Мен Өзбекәлі Жәнібеков. Қазақ халқының тарихына, мәдениетіне, дәстүрі мен тілінің дамуына өмірімді арнадым деп айта аламын. Бала кезімде мектепте мұғалім болып, жас ұрпаққа білім бердім. Сол кезде-ақ түсіндім. Әрбір балаға тек білім емес, ұлттық рух, тәрбие беру маңызды екен. Кейін қоғам қызметіне араласып, халқымыздың мәдени және әлеуметтік өмірін жақсарту жолында аянбай еңбек еттім. Себебі мен үшін мәдениет жай ғана тарих емес, ол халықтың жаны. Сол сеніммен Қожа Ахмет Яссауи кесенесін қалпына келтіру ісіне атсалыстым. Бұл өткенге тағзым, келешекке аманат еді. Тайқазанның елге қайта оралуы ұлт рухының қайта жаңғыруының белгісі болды. Бұл тек тарихи жәдігер емес, халқымыздың бірлігінің, киелілігінің нышаны. Ұлттық өнерді де жаңғырту менің басты мақсаттарымның бірі болды. Шертер, Адырна, Алтынай ансамбльдері халқымыздың үнін қайта тірілтті, жүректерге жеткізді. Мен әрдайым ұлттық мерекелерді сақтауға, Наурызды қайта жаңғыртуға, ұмыт қалған тұлғалардың есімдерін халыққа қайтаруға тырыстым. Міржақып, Жүсіпбек, Мағжан, Шәкәрім. Бұл есімдер біздің тарихымыздың алтын діңгегі. Олардың рухы мәңгілік. Менің жазған еңбектерім уақыт керуені, жол айрықта, тағдыр тағылымы, халқымның өткені мен бүгініне деген ойларымның айнасы. Менің сенімім, әрбір азамат өз тілін, өз мәдениетін, өз тарихын құрметтеуі тиіс. Себебі ұлттың болашағы оның рухында. Ал рух мәдениетте. Ұрпақ тәрбиесі мен ұлттық құндылықтарды сақтау менің өмірлік миссиям болды. Менің бар ғұмырым халқыма деген сүйіспеншілігімнің дәлелі.